Постановление суда бар дейді. Не істеймін? Жазыңдаршы. Мемлекеттік тіл мәселесін көтеріп жүрген павлодарлық блогер Диас Құзайыровтың үйін полиция тінтіп, жеке заттарын тәркіледі. Ол ұлтаралық алауыздық қоздыру бабы бойынша қозғалған қылмыстық істе қорғануға құқығы бар куәгер деп танылған. Құзайыров бір апта бұрын 25 қыркүйек күні Шығыс Қазақстан облысындағы Риддер қаласына барып, жергілікті әкімдік қызметкерлерінен мемлекеттік тілде ақпарат беруді талап еткен. Короче, олар ешқайсы ішкі саясаттың нелері, қызметкерлер, маслихаттың, әкімшіліктің көбі адамдар айтады, біз мемлекеттік тілі білмейміз, қазақ тілі білмейміз. Соның бәрін бүкіл бейнероликтерді біз неге салдық? Мен салдым өзім арнамға, YouTube арнасына. Одан кейін бізге қылмыстық іс қозғады. Вы не знаете казахский язык, получается? Я его только изучаю. А почему? Видеода Құзайыров қалалық мәслихат хатшысынан, Аманат партиясының Риддердегі филиалының хатшысы мен қалалық білім бөлімінің басшысынан мемлекеттік тілді неге білмейтінін сұрайды. Вы государственным языком владеете? Я понимаю, плохо разговариваю. Вы не можете отвечать на казахском, правильно? Да, я буду отвечать на русском. Почему, я не знаю, в городе Риддер, вот сколько ходим... Құзайыров ұлтаралық алауыздық қоздыратындай ештеңе істемедім дейді. Нормально, не здесь. Думали, к вам придем. Қай жерде ол разжигание, қай жерде біз мен ашық түрде айттым, маған бәрі сіз қандай дін сізде. Сіз егер мемлекеттік қызметкер болсаңыз, сіз мемлекеттік тілі білу міндет, обязаны знать на казахском языке. Маған бәрібір қандай ол. Мен ешқашан ұлтқа тиіспеймін. Ол бүкіл бейнелерде дәлел бар, ешқандай ұлтқа андай жаман сөз айтқан жоқпыз. Тек өзімізді құқығымыз бар, сол бойынша сұрадық. Іс қозғаған Риддер полициясы да прокуратурасы да телефон арқылы жауап бермеді. Азаттық қолына тиген сот қаулысына қарағанда Құзайыров пен оған әріптес екі адамның үстінен әкімдіктің 4 қызметкері арыз жазған. 2023 жылы 28 қыркүйек күні сағат 01:35-те Риддер қаласы әкімдігінің қызметкерлері Ерсайынов, Маралбаева, Головина және Баранникова Риддер қаласының полициясына хабарласты. Олардың сөзінше белгісіз 3 адам сағат 17:00 шамасында Риддер қаласы әкімдігінің ғимаратына кедергісіз кіріп, өздерін агрессивті ұстап, олардың келісімінсіз видеоға түсіріп, мемлекеттік тілде сөйлеуді талап еткен. Кейіннен барлық бейнеролик әлеуметтік желілерде жарияланып, Риддер тұрғындары арасында ұлтаралық келіспеушіліктің өршуіне себеп болды. Диас Құзайырды қудалау басталды. Желіде жергілікті белсенділер мен Құзайыровтың жақтастары видео үндеу жолдап, биліктен қудалауды тоқтатуды талап етіп жатыр. Қорғайтын болсаң, сен сотталып кетуі мүмкінсің деген. Не деген ойға сыймайтын нәрсе. Конституцияға сәйкес Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілі, бірақ заңда мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады деген бап бар.